Айдамен ажырасып кетсе де, артынан қалмай жүр екен Нұрдәулет. Айда өзінің наразысын айтып бастады. Нұрдәулет ренжітіп алып, қайта оралғысы келіп жүргендей, бірақ Айданы тәрбиесіз деп атап жүр екен. Айда өзінің Инстаграм желісінде бүткіл сырын ақтарды. Оқып көрейік. Тәрбиесіз жерден шыққан дейсің бе? Алтыным, менің қай жерден шыққанымды сен жақсы білесің. Бірақ сенің қай жерден шыққаныңды мен әлі айтқан жоқпын. Осы уақытқа дейін ата-анаңа құрмет көрсетіп келдім. Тілімді тырнама. Егер мен қазір бастасам, сенің тегің туралы шындық ашылады. Тәрбиесіз жерден шыққан кім өзі? Бір, менде ешқандай балалық шақтағы психологиялық жарақат жоқ. Атамның апамды қан жоса етіп ұрғанын ешқашан көрген емеспін. Керісінше, мейірім мен махаббатқа тойып өстім, Аллаға шүкір. 2, ондай жағдайда алғаш рет саған тұрмысқа шыққаннан кейін ғана көрдім. Есіңде болса, келін болып түскеніме бар болғаны 2 күн болғанда. Папаң, әй келін, бөлмеңе кір деп, мені анаңның артынан қуып, ұрды. Үйдің іші у-шу болып, мен анаңды мешітке дейін апарып тастадым. Ал сен сол кезде әкеңді жамандап, мені кешкі қыдыруға сүйреп апардың. 3, сен мені алып қашып, өтірік сезімдеріңмен сендіріп қал деп жалынғаныңда, Зауре апаның айтқаны есімде. Біздің қанымызда бар әйелді ұру. Бірақ сен қол көтерме, деген. Сен маған сезім сыйлағандай болдың, бірақ біз тек 1 ай ғана бақытты өмір сүрдік. Содан кейін қайтадан бір қызбен жасысқаның әшкере болды. Сол қызды мен шақырдым деп мені кінәлап, оны жақтап мені сөгіп, фенді бетіме қарай лақтырып қорқытқаның бар. Сонда мен анама қоңырау шалып, мені алып кетіңізші, қорқып жүрмін деп жыладым. Бірақ сол кезде жүкті екенімді біліп, балам әкесіз өспесін деп сол үйде қалдым. 2 айдың ішінде көргенім осы болды. Енді менің тәрбиеме тиісіп отырсың ба? Ата-анама алғаш рет тіл тигізіп жатқаның емес. Бұрын үндемей келгем, енді үндемей қала алмаймын. Түсіп болды. Алла бұл баланы екеумізге бергісі келмеген шығар. Өйткені ол осындай өмірді көріп, психологиялық жарақатпен өспесін деген болар. Бірақ мен бәрібір Алматыға бардым. Сен операция болғанда қасыңда болдым. Дәрігерге ақша беріп, жақсы қарауын өтіндім. Өзіңе ем-дом жасап жүргенде өзімде қансырап, ауырып жүрсем де. Бірақ осы жағдайдан кейін мен 100 ажырасам деп шешіп, киімдерімді алып, Бішкекке кетіп қалдым. Содан кейін сен өзің сұрадың. Туыстарың жазды. Нұрдәулет көшеге шыға алмай қалды сенің стористеріңнен кейін. Бірдеңе қылып қоймасын, өзің барып жуып шайшы. Деп. Мен келістім. Интервью беріп, қыз болсам да кінәні мойныма алдым. Енді сенің маған, менің тәрбиеме тіл тигізуге қандай хақың бар? Деді Айда. Не болып кетті, бәрі біткен еді ғой. Қайта жараны тырнап, Нұрдәулеттің мазалағаны не болды?